Бізді қазақ рухының жүрегіне жетелейтін шығармаға бірге үңілейік. Жансүгіров қазақ әдебиетінің заңғар тұлғасы. Оның шығармалары халықтың қайғысы мен қуанышын жырлауға арналған құлагер шабысынан от шашылар шын жүйрік топтан озып жан басылар. Қазақ үшін бәйге өмірдің өзі құлагер, халықтың арманын арқалап әділдік жолында шабады. Арқа елінде Сағынай байға арнап Еремен тауының етегінде үлкен ас беріледі. 300-дің елінен жиналған қонақтар бәйгеге аттарының сайысы, балуандар күресі және дәстүрлі жасшыларының хабарлауы кеңінен көрініс табады. Асқа хан сері де келеді. Әйгілі сері бәйгеге сүйікті аты құлагерді қосады. Алтайдан келген Батырашбайдың атақты жүйрігі көк түйғында осы бәйгеге арнап қыстай бапталған. Құлагердің келгенін естіген Батыраштың қызғаныштан іші өртенеді. Бәйгеге қосылған аттарды Күреңбай мұқият қарап, ішінен құлагерге зер салады. Бүгінгі бәйгеде дәл осы жылқы бірінші келеді деп болжам жасайды. Бәйгеге 1300 ат қосылады. Оның алдында ахан баласы Ыбанға ақыл кеңес береді. Жолда ұрма, қамшы саума, озба деп ескертеді. Көк өзекке жеткендей ғана тепкі сауып аттың басын босат дейді. Сөйтіп 1300 аттан төртеудің мойны озып шығады. Көл айнала барғанда алдына екі ат шықты жеке дара. Ол аханның құлагері мен Батыраштың көк түйғыны еді. Құлагер омырауымен көк түйғынды қағып соғып ағындап келіп түсті көкөзекке, ал Батыраштың жіберген қарақшылары құлагерді сол көкөзекте күтіп тұрып, айбалтамен шауып мерт қылады. Аттан айырылған аханның жаны егілді, жүрегі мұнан тағы шекілді. Бұл шығарма тек құлагердің емес, қазақтың өміріндегі күрестің, әділет іздеудің, еркіндіктің символы.